Дамыған орта ғасырдағы жалайырлар. Жалайырлар туралы мәлімет негізі моңғол жылнамаларында өте көп кездеседі. Олардың этникалық құрамы біркелкі болған жоқ. Ал бұл жалайырлар 6 мен 7 ғасырларда түрік қағанатының құрамына енген екен. Енді осы жалайырларда Жамұқа деген гурханды білеміз. Ал Жамұқа ол кім? Жамұқа әскери және саяси қайраткер, жалайыр тайпасының басшысы. Темучиннің бала кезіндегі қан шығарып серіктескен ең жақын досы. Бір-біріне қарсы шықпаймыз деп. Ал бұл моңғол деректерінде Жамұқаны айтады, өзін гурхан жариялап, қысқа мерзімге жалайырлар мемлекетін құрған. Осы Жамұқа туралы айтылады моңғол деректерінде. Алайда Шыңғысхан жалайырларды талқандап, өзіне бағындырып алды дейді. Одан бөлек осы жалайырларда Мұқылай деген мықты қолбасшы бар. Бұл Мұқылай туралы алтын шежіренің жазуы бойынша Шыңғысханның жалайыр тайпасының ішіндегі ең жақын адамы болған, атақты ақын, шешен әрі батыр болған екен. Ал енді Шыңғысхан өзіне көрсеткен адал қызметі үшін осы Мұқылайға Ұлыбек деген атақ береді. Сол қанатының түменін басқартады. Сол қанатының түменін басқартқан екен. Қытайдың 72 қамалын бағындырады. Және 1223 жылға дейін солтүстік Қытайдың басшысы болған деген дерек бар. Ал осы жалайырлар жайлы негізі біз Әбілғазы ханның еңбегінен, түрік шежіресі деген Қадырғали жалайырдың еңбегінен және Тынышпаевтың еңбегінен біле аламыз қосымша. Жақсы, жылнамаларда осы жалайыр тайпасының өкілі Шыңғысханның әскер қолбасшысының бірі осы Мұқылай есімі аталынып өтіледі. Жақсы. Одан бөлек тарихшы Қадырғали жалайырды жалайыр тайпасынан шыққанын біз білеміз. Бұл сіздерде ұбт-да жиі кездесетін сұрақтың бірі. Ал жалайырлар орталық Азияның кейінгі тарихында елеулі рөл атқарды. 13 пен 14 ғасырларда жалайырлар Қазақстан аумағына қоныстанып, қазақ халқының құрамына енген екен. Енді осы жерде экранда жоқ ақпаратты айтамын, сондықтан мұқият көңіл бөліп жазып алыңыз. Тынышпаев қазақ халқының тарихы атты еңбегінде жалайырлар туралы былай дейді. Шыңғысхан ұрпақтарының билігі тұсында жалайырлар 4-ке бөлінді дейді. Бірінші бөлігі Монғолия мен Қытайда қалды. Екіншілері ол Шу өзенінің орта ағысын қоныстанды, оларды Шуманақ, Шуды бақылаушылар деп атаған екен. Үшінші тобы оңтүстіктегі Шыршық және Ангер өзендерінің аңғарларында қоныстанып, жалайыр ордасын құрды. Бұл жалайырлардың дербес ұлыс құру талпыныстары болатын. Бұлар тарихта сырдың бақылаушылары Сырманақ деп аталған екен. Деп атақ берілді, деген атақ берілген екен. Деген атпен белгілі дейік бір сөзбен. Енді 4-ші тобы Шыңғыс ханның немересі Хулагу ханға лесіп Парсы еліне кетті деген мәліметті, осы мәліметті біз Тынышпаевтың қазақ халқының тарихы атты еңбегінен аламыз. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақта біз Қыпшақ хандығымен жалғастырамыз. Менімен бірге болыңыздар. Қосымша сұрақтарыңыз болса, YouTube каналынан, TikTok-тан немесе Instagram-нан сұрақ қоюларыңызға болады. Рахмет.